Мінекей. Ғылыми экспедиция бізде. Мынау Байзақ ауданы Ақбұлым ауылының оңтүстік шығысындағы Қарасай деген. Қара десе қара қояды әлі. Аха, енді жолды байқашы, қарашы. Қиындау екен мына жер. Анау тасты байқада жайлап түсші мына жермен. Действительно қиындау екен. Жолы қиындау екен енді. Биік машина керек екен бұған. Действительно. Мынау ар жағымен айланып түсші байрақсы. Төртінші болды ма? Бұл Қарасайдағы таңбалы тастар. Мінекей біз ғылыми экспедицияда бүгін Нысанбаев Ширатбек аға екеуміз арнайы келдік. Мінекей 25-ші жыл 9 майда. Мінекейіңіз мына жерде құбылып отыр. Мынау екі ат мінекей қос. Мұнаның өзі таңбалаған жақын алып келші ағай. Мұнаны енді қарағанда мұнан бір қайдамен не қылмаған мұнан бір керемет өнер ғой мұна. Енді кішкене кейінгі біреулер ат жөндері бірдеңелер жазып. Қарасай шатқалындағы қола темір дәуіріне жататын петроглифтер. Мінекей. Мына жерде осы жерді бекендеген бұғының суреті тұр ғой жерде. Таңба. Бұл таңба дегеніміз үлкен адамзаттың Андронов мәдениетіне жатады бұлардың барлығы. Маңызды нысан. Енді оқулықтарда бұны енді болашақта енетін болады Алла қаласа. Қарасайдағы тағда таңба. Мына жерде адамның бейнесі. Мына жерде таутеке. Мына бір сурет өшіпті. Бұл енді мынау шығыс күнгей беті ғой. Осы жерде де тіршілік еткен жануарларды тасқа қашап салады. Жақсы. Бұл енді мынау Қарасайдағы петроглифтер. Мынау Қарасай шатқалындағы. Бұлардың барлығын қорғауға алу керек. Арнайы күзет қою керек. Мынау әкімшілік. Себебі жерде қола тас дәуіріне жатады. Андронов мәдениетінен мәлімет беретін үлкен таңбалар. Бұны қорғау керек. Мынау таңбалы тастар. Бұл тарихта таңбалы тастардың мәні зор. Себебі адамзаттың мәдениетіне жатады. Бұл Андронов мәдениетіне жатады. Мына жерде қазір әдемі бір үлкен мәдени ескерткіш. Мына жерде таңбалы тасқа салған. Мына жерде жаңағы үлкен көкжал қасқыр. Бұны қазақтың ежелгі әңгімелерінде 72 мың жыл бұрын жоғалып кеткен Көкшулан деген қасқыр болған, өте ірі болған олар. Мінекей мынаны соны ірі қылып салып отыр мына жерде. Сосын мына жерде бұл жаңағы мына жерде таутекелерді қуалап жүр. Қазақтың аңыз әңгімелерінде Көкшулан келген кезінде қорадан мал шығарып құрбан шалатын болған. Сонда мынау қасқыр тоймай мал құтаймас деген. Бұл жалпы қасқырға ғана емес, аюға берген шығыс Қазақстанда сөйтіп. Мінекей табиғатты аялаған ғой біздің қазақтарымыз. Мінекей мына үлкен, мынаны салған сапасын көрсеңіз, мына көзіне дейін салған, бұл ерекше технологиямен салған ғой мынаны. Екінің бұны тасты қашап сала алмайсыз оны. Бұл үлкен мәдени ескерткіш. Қарасай петроглифтерін көріп, тағы да тамашалап жүрміз. Тарихи сәтті қояйық. Бұның бәрі дерек көздер ғой сонда. Жылқы болуы мүмкін. Жылқының жүгені бар сияқты ғой. Енді бұл уақыты түніне байланысты неғып болуы мүмкін. Мына жағыңызды айтасыз ба? Мына жақта. Жоғары жақта. Адам, екі өркешті түйе, ар жағында тау теке. Жаңбыр жауып тұр. Көптен бері жаумады, жауында. Болашақта мұнан бәрі шарын шатқалы құсап қорғауға алынса, турист тартуға болады мына жерде. Алысың, қайда мұнда не?